Бұл күндері Эквадор ұлттық құрама командасының бас бапкері Думан Бөлтіргов. Қазақтың жігіті жаңа Эквадорға барып жұмыс жасап, үлкен тәжірибе. Эквадор күресінің көсегесін көгерту үшін әлі қыруар жұмыстар атқару керек дейсіз ғой. Біраз басында бір айдай біраз қырылыстар болды, ұрыстар да болды, бірақ соңында өзінікін қойдым. Мысалы қазақ боксшылары венесуэлалықтан жеңіледі деп еш ойлаған жоқпыз ғой. Физика тұрғыдан қазақ жігіттерден мың есе артық. Олар күресіп үйренсе, біраз ел мемлекеттерге қан ішеді. Эквадорлықтар жалпы Қазақстан жай бір нәрсе біле ме екен, не біледі екен? Қазақстан деген кезде олар «Донде эста» дейді. Қайда ол дейді Қазақстан. Русо дейді. Ойлайды, что біз орыспыз деп ойлайды олар. Қазақстандық күрестің жаңағы дәрежесі өте төмен деп айта алмаймын, бірақ проблема да. Білмеймін, олар айуан деп ойлаймын, оларда ол адамдарды құқы жоқ деп ойлаймын. Федерация деген нәрсе оларда мафия. Ниетім бар, бір Эквадордан бір қазақ балалар шықса, ол да жақсы ғой.